Классикалық туындылар ұлттың әдебиетін, тарихын, мәдениетін, ой санасын танытатын шығармалар. Мұндай туындыларды бірақ ол кісі алдында ауыстырды ғой деймін, сол. Классикалық туындылар ұлттың әдебиетін, тарихын, мәдениетін, ой санасын танытатын шығармалары. Бірақ қазіргі оқушылар классикалық туындыларды оқуға қызығушылық танытпайды. Мұндай туындыларды оқыту 21 ғасырдың оқушыларына өзекті деп ойлаймын. Несімен өзекті? Мына жерде нақты ашып айтқан жоқ. Несімен өзекті екен? Жай ғана өзекті деп ойлаймын деді. Енді оның ашық, нақты ойын, тезисін негізгі бөлімнен ғана біле аламыз. Классикалық туындылар кез келген ұлттың өткені мен бүгінін байланыстырады. Сонда өзекті деп ойлаймын. Несімен өзекті деген тезисіне кіріспе бөлімдегі осы мына бірінші сөйлем беріп тұрған пікірі. Ол кісі өзекті деген позицияны ұстады. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романы, Толстой, Лермонтовтың шығармалары әр елдің тарихын, мәдениетін жеткізген шығармалар. Мәңгілік ел болып қалу үшін классикалық туындылар өте қажет. Мысалы, мына жерде ол кісі асығып жазып тұр ғой. Мысалы, былай жазуға болады. Әбдіжәміл Нұрпейісовтің «Қан мен тер» сияқты романдар деп жазуға болады. Өйткені олар көп қой. Тек қана осы «Қан мен тер» ғана емес қой классикалық туынды. Сияқты романдар деп жазу, немесе сияқты туындылар деп жазуға болады. Әр елдің тарихын, мәдениетін жеткізген шығармалар. Мәңгілік ел болып қалу үшін классикалық туындылар өте қажет. Сапасыз жазылған туындылар уақыт өте келе жойылады, немесе ұмытылады. Ұлттың болмысын, ұлттық кодты сақтайтын классикалық шығармалар. Кішкене ой шашыраңқылау тұр. Мына жерде сапасыз жазылған туындылар уақыт өте жойылады. Сапасыз дегеннен гөрі қалай айтса болады? Көптеген туындылар деп қана жазалға болады. Немесе әлде осы абзацты алып тастауға бола ма? Алмай-ақ қойыңыз. Өйткені осы жерде классикалық туындыға қатысты аргументтер жақсы айтылып жатыр, пікірлер. Мына жерде сапасыз жазылған деген енді тым анандай дөрекілеу болып тұр да. Біреуді кемсітуге болмайды деген бар ғой. Сондықтан сапасыз дегеннен көрі кейбір туындылар деп алған жақсы. Кейбір туындылар. Оны және мына классикалық туындылар қажет дегеннен кейін бөліп алмай, осы сөйлемнен кейін осы абзацта жазу керек. Кейбір туындылар уақыт өте келе жойылады, немесе ұмытылады. Ал ұлттың болмысын, ұлттық кодты сақтайтын классикалық шығармалар деп сөйтіп айтады. Мына жерде екі сөйлемнің ойдың логикалық байланысын ал деген сөз арқылы байланыстыру керек, сөз аралымы арқылы. Сонымен осы біріншіне бітеді абзац. Сонда біз қалай істедік? Мынаны ешқайсысын өзгерткен жоқпыз. «Қан мен тер» сияқты роман, немесе «Қан мен тер» сияқты туындылар деп алдық. Өйткені классикалық туындылар тек қана «Қан мен тер» емес, сол сияқты туындылар көп қой. Содан кейін сапасыз жазылған деген сөздің орнына кейбір туындылар дедік те, абзацты қостық. Бөлмеу керек. Ой әлі біткен жоқ, абзац біткен жоқ. Кейбір туындылар уақыт өте келе жойылады, немесе ұмытылады, Содан кейін мына жерде ал ұлттың болмысын, ұлттық кодты сақтайтын классикалық шығармалар деген сөйлем қалады, ол қорытындылаушы сөйлем болып қалады. Сонда ойдың логикалық байланысын сақтау үшін көрдіңіз бе, ана ал деген сөз оралымы қаншалықты рөл атқарып тұр. Жақсы, Бірінші абзац сонымен болды. Енді келесі абзац. Британдық дәрігерлер күйзеліске түскен, созылмалы дертке шалдыққан жандарға классикалық шығармаларды оқуды ұсынады. Классикалық әдебиет пайдасын зерттеуші профессор Филипп Дэвис ол кітапты миға пайдасы зор екен, оның ішінде классикалық шығармалар оқуға зер салуды атап өтеді. Жай ғана оқи салатын туындылардан көрі қиындау шығармалар оқыған дұрыс. Бұл кезде ми жұмыс істейді дейді. Бірақ аяқталмады, тез-тез жазымды.
Жоқ, мына жерде пікір емес, бірден аргумент фактілерден басталып кетіп тұр абзац. Сіз былай бастаңыз, міне, ойдың логикалық байланысын сақтау үшін сонымен қатар деп бастаңыз. Сонымен қатар классикалық туындылар мидың жақсы жұмыс істеуіне пайдалы деп бастаңыз. Ол пікір болады сонда. Ал сіз қазір пікір емес, аргумент фактілерден бастап кетіп тұрсыз. Түсіндіңіз, Иә, түсіндім. Сол кезде мына жазғаныңыздың барлығы күшті бірімен бір байланысып кетеді. Солай өңдейсіз, одан кейін келесін көрейік. Келесін көрейік, мінекей. Классикалық туындылар кез келген ұлттың өткенімен, мына жері жоқ. Осы болды, менің аяқталды. Аяқталды ма? Енді қорытындысы жоқ болып қалды, Қорытындысы жоқ, мен кесте жазып отырмын. Жоқ, негізі ой дұрыс. Тағы да аргумент керек пе? Әлде? Жоқ, аргумент жеткілікті. Сіз қарсы аргументпен жазған жоқсыз, тек қана өз позицияңызды қорғап жаздыңыз. Өйткені менің түсінігімде тақырыпқа нақты аргумент табу қиын ғой, ашатын. Сонымен тек қана жазып қана көрейін дедім. Дұрыс. Алғаш рет жазғанда контраргументті кішкене қоя тұрып, өз позицияңызды мықты аргументтермен қорғап жазудың өзіне жаттығып алу керек. Содан кейін барып контраргументтермен жазуға кірісу керек. Ал қазір мына өз позицияңызды ғана қорғап жазған аргументті кестеге бұл жақсы болып тұр. Жаңа жерлер жөндеп жерсеңіз болды. Жақсы, жарайды, рахмет. Келесі. Оқушы классиктерді оқу керек. Өйткені әлемдік классикалық әдебиеттің майталмандары туралы бір ауыз сөз айта алмаған адамды білімді деу қиын. Жасөспірімдердің классиканы жақсы көруі міндетті емес, бірақ оларды білуі және түсінуі керек. Мына бір абзац, жарайды. Енді фактілер кішкене жеткіліксіздеу болып тұр. Бұл жерде пікір, көбінесе пікір болып тұр. Оқушы классиктерді оқуы керек. Өйткені әлемдік классикалық әдебиеттің майталмандары туралы бір ауыз сөз айта алмаған адамды білімді деу қиын. Пікір осы, білімді деу қиын. Классиктерді не үшін оқимыз? Білімді болу үшін оқимыз. Енді біз соған аргумент фактілер іздейміз. Жасөспірімдердің классиканы жақсы көруі міндетті емес, бірақ оларды білуі және түсінуі керек. Бұл тағы жаңа пікір болып кетті. Бір пікір, бір абзац. Ал мына жерде екі пікір кетіп қалды. Біріншісі, екі пікір кетіп қалды мына жерде. Қалғандарыңызға естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Енді естілді. Мүмкін менде дұрыс емес шығар. Жақсы айта беріңіз, естілді. Мына жерде мысалы, сіз бір абзацта екі пікір қосып жібердіңіз. Аргумент фактілер жоқ, анализ жоқ, қорытынды жоқ. Екі пікір тұр бір абзацта. Бірінші пікіріңіз, оқушылар классиктерді оқу керек, себебі классикалық туындыларды білмеген адамды білімді деп айтуға болмайды. Бір пікір, Екінші пікіріңіз, жасөспірімдер классикалық туындыларды оқымай жақсы көрмей қойсын, бірақ оларды білуі керек. Білуі және түсінуі керек. Бұл екінші пікіріңіз. Әр пікір бір абзац болады. Енді сіз білімді деу қиын дегеннен кейінгі пікірден кейін соған аргумент фактілер келтіріп, анализ беріп, абзацты қорытындылап кетуіңіз керек еді. Келесі. Сонымен қатар шығармалар балаға шынайы әлемді жұмсақ әрі әдемілеп ашады. Психологтар жасөспірімдердің жеке бастарының дамулары мен қалыптасулары үшін өте маңызды деп есептейді. Алайда олардың құштарлығын ашатын классика емес екенін біліп қынжыласың. Ерте ме, кеш пе бәрі классикаға келеді. Отандық немесе шетелдік. Бұл сөзсіз. Бұның бәрін сипаттау деп айтады. Бұнда да дәлел жоқ па? Жоқ. Осылай жазылған жазбаны жағдаятты сипаттау деп айтады. Сіз қазір балалардың
классикалық туындыларды оқымайтын жағдайын сипаттап жатсыз. Жай ғана сипаттап беріп жатсыз. Ешқандай пікірді сіз дәлелдеген жоқсыз. Позицияңызды дәлелдеген жоқсыз. Түсініп отырсыздар ма? Бұл жағдаятты сипаттау деп аталады. Аргументтік есе шықпады. Түсінікті, рахмет. Келесі. Салиха Мубаракова. Классикалық әдебиет дегеніміз мазмұны жағынан көркемдік дәрежесі тұрғысынан ең жоғары бағаланатын әдебиет үлгісі. Адам бойындағы жасырын таланттың адамгершілігін, сонымен қатар идеяға, қиялға ерік беруіне көмектеседі. Ең жоғары бағаланатын әдебиет үлгісі. Бұл негізгі бөлім ба, кіріспе бөлім ба? Бұл кіріспе бөлім, одан кейін негізгі бөлім. Мен кеше сізге жібермеген болатынмын. Қазіргі жастарды классикалық туындыға деген құштарлығын ашуымыз қажет. Мектеп қабырғасынан бастап классик ақындардың ұлы туындыларын оқытып, бойына сіңіру керек. Деген жерден бітті ғой дейме, негізгі бөлім? Иә, бітті. Кіріспе бітті. Енді негізгі бөлім басталады. Негізгі басталады. Кіріспе бөлімде тезис тұр, мәселе тұр, не туралы тұр, бәрі тұр. Құрылым жақсы сақталып тұр. Сол себепті мен бірден түсіндім. Келесі, мектеп қабырғасынан бастап Абай Құнанбайұлының классикалық әдебиетін, өлеңдерін оқушының санасына жеткізуіміз қажет. Мына пікір, Абайдың өлеңдері 1,5 ғасыр бұрын жазылғанымен, бірақ та қазіргі әлемде де өзінің маңыздылығы мен өзектілігін жоғалтпады. Алайда жастардың қазіргі проблемасы смартфондарда отыру, кітап оқуға деген құштарлықтары жоқ. Сол себептен мектеп мұғалімдеріне әрбір оқыған классикалық шығарманы оқушыға қызықтырып ұсыну керек. Соған байланысты оқушыда мұғалімнің жеткізген методикасы арқылы классикалық туындыларға қызығушылығы артады. Бұлай жазуға болмайды. Сізден нақты бірақ нәрсе сұрап тұр. 21-ші ғасыр оқушыларына классикалық туындыларды оқытайық па деп. Иә, мен ары қарай жаздым. Қараңызшы, 21-ші ғасыр оқушыларына деп тұр. Жалпы оқушыларға деп тұрған жоқ. Мектепте оқытайық па деп тұрған жоқ. 21-ші ғасыр оқушыларына деп нақтылап айтып тұр. Неге 21-ші ғасырды бөліп алып тұр? Соған мән беріңіз. Сізде бірнеше ойға жан-жаққа шашырап кеткен. Біріншісінде сіз Абайды оқыту керек дедіңіз, енді классиктердің бірі Абайды оқыту керек, Абай қалмау керек деген түсінік қой енді. Абайдың өлеңдері жазылғанмен, бірақ та қазіргі әлемде де өзінің маңыздылығын, өзектілігін жоғалтпады. Енді сіз соған неге оқыту керектігіне аргумент айта бастадыңыз. Одан кейін, алайда жастардың қазіргі проблемасы смартфондарда отырып кітап оқуға деген құштарлықтары жоқ. Сол себептен классикалық шығарманы оқушыға қызықтырып ұсыну керек. Соған байланысты оқушыда мұғалімнің жеткізген методикасы арқылы классикалық туындыларға қызығушылықтарын артады деген бәрі бұл басқа проблема болып кетті. Бұл оқушыларға қалай туындыны оқыту керек. Мейлі ол классика болсын, мейлі қандай туынды болсын. Оқушыларға қалай оқытамыз деген мәселе қозғап кеттіңіз. Түсіндіңіз ба? Бұны қозғамау керек еді. Қалай оқытамыз деген мәселені сұрап тұрған жоқ. Кітапты қалай оқытамыз, көркем туындыларды қалай оқытамыз деген мәселені сұрап тұрған жоқ. Мәселе классикалық әдебиетті оқытамыз ба, оқытпаймыз ба деп сұрап тұр. Енді сіз мына жерде жақсы бастадыңыз. Әлемде де өзінің маңыздылығы мен өзектілігін жоғалтпады. Енді осы жерде сіз айтып тұрсыз ғой, оны 1,5 ғасыр бұрын жазылса да, 21-ші ғасырда да ол мәнін жоғалтпаған деп, соны дәлелдеуіңіз керек еді мына жерде. Мына ойға кетпеу керек, соны дәлелдеу керек. Соны дәлелдеп келіп барып қорытынды шығару керек. Сол қорытындыңызда міне сондай 1,5 ғасыр бұрын жазылса да мәнін жоғалтпағандықтан 21-ші ғасырдың оқушыларына да Абайды оқыту керек деген сияқты. Классикалық әдебиетті оқу ол жас айырмашылығына қарамайды. Ол әр кезде өзекті және көркем әдебиет үлгісі болып табылады. Мынау жаңа бір абзац. Иә. Сондықтан да өсіп келе жатқан жас буын балалардың тіл байлығына, көркем сөйлеуіне, армандап қиялдауына классикалық әдебиеттің маңызы зор. 21-ші ғасырда жаңа медиа, жаңа технология дамуда. Соған орай оқу үрдісінде оқушыға қызықты жеткізудің сан қилы жолдары бар. Мәселен, классик ақындардың шығармасын смартфон арқылы оқушыларға оқытуға болады. Немесе аудио, видео арқылы классикалық әдебиет туындыларын оқушы құлағына сіңіруге де болады. Егер де оқушының кітапқа деген қызығушылығы болмаса, оқығысы келмесе, аудио кітаптарды қосып қойып тыңдатуға болады. Төлен Әбдікіптің жас буын ұрпаққа айтқаны, біріншіден әдебиет негізінен ұлттық көркем ойдың жемісі болса, екінші жағынан
ұлттың өзі белгілі бір дәрежеде әдебиет беретін тәрбиенің жемісі. Өйткені ұрпақ тәрбиені әдебиет пен өнерден алады. Көзі ашық адамның дүниетанымы өткінші әдебиетпен емес, классикалық әдебиетпен қалыптасады деп айтып кеткен. Қорыта келе оқушыларымызға классикалық әдебиетті оқытуымыз қажет. Жарқын болашаққа деген көзқарасының идеясын, ойын әркез ашық түрде жеткізуіне, адамдармен қарым-қатынас орнатуына бірден бір үлкен жолы классикалық әдебиетті оқудан басталады. Әр ортада өз-өзін көрсету, мәнерлеп сөйлеуіне, адамды баурап алуына, ойын ашық түрде жеткізуіне ықпал жасайды. Негізі жақсы жазылған, негізі бірінші рет жазып отырған адамға жақсы жазылған. Тек ішіне мыналарды алып тастаңыз. Қалай оқытамыз деген сұраққа жауап беретін сөйлемдеріңіз бар ғой? Аха. Соларды алып тастаңыз болды. Аха, Өйткені эссенің тақырыбы классикалық туындыларды қалай оқытамыз деп сұрап тұрған жоқ. Классикалық әдебиетті оқытайық па, оқытпайық па деп сұрап тұр. Түсінікті. Түсіндіңіз, қалай оқытамыз деген сұрақтарға жауап беретін ғана алып тастаңыз. Қалған жақсы. Жақсы, рахмет. Классикалық әдебиетті бүгінгі таңда оқыту өзекті деп есептеймін. Себебі классикалық әдебиет мөлдір бұлақ іспеттес. Мөлдір бұлақтан су ішіп шөлін қандырған жас өрен жайқалып өсетін ағаш сияқты айналасына көлеңке сыйлай алады. Сондықтан адамгершілікке жетелейтін ғажап туындыларды оқытуымыз ауадай қажет. Өйткені қоғамда жастардың бойынан ізгілік, мейірімділік, кішілік сияқты қасиеттерді көргіміз келеді. Ал осы қасиет рухани бай, тарихын білетін, әдебиетті сүйетін, сүйсініп оқитын, сөздің қадірін білетін адамның бойынан табылатын сөзсіз. Жақсы. Мына жерде әдебиетті бүгінгі таңда оқыту өзекті деп есептеймін деген ол тезисте тұру керек қой. Кіріспе бөлім тезисінде. Бұл сізде негізгі бөлім, Айжан Саттарқызы. Айжан апай кеше болған жоқ. Кеше ол кісі кірген жоқ, содан бүгін жазып отыр. Біз бірге жұмыс істейміз. Мына жерде сол кішкене кіріспе бөлімнің тезисі сияқты ма? Мынаны деп есептеймін, кіріспе бөлім тезисіне қойса, содан кейін мына себебі деген сөзді шылауды алып тастап, классикалық әдебиет мөлдір бұлақ іспеттес дегеннен бастаса пікірін, сонда күшті шығады. Қазіргі қарбалас уақытта техниканың тым шапшаң дамып жатқан шағында классикалық туынды өткенімізді көруге, санамызды жетілдіруге, ойлануға жетелейтін туынды осы классикалық туынды деп айтамын деген мынау не болады? Кіріспеге кіреді ғой ме? Жоқ, бұл негізгі бөлімнің екінші абзасы болады. Екінші абзасының пікірі болады. Сол себепті мәдениетті, білімді болғың келсе, классикалық әдебиетті оқы, жас өрен. Жоқ. Аяқ жағында бұлай келмейді. Оқы, жас өрен де бұлай. Сөздер керек емес, ұрандататын сөздер керек емес. Өйткені сіз өзіңіздің позицияңызды дәлелдеп жатсыз. Ұрандататын сөздеріңіз болса, онда сіз үндеу хатқа кетіп қаласыз. Үндеу жазып жатқан сияқты болып қаласыз.